Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Мен сендерді жаңа жылдарыңмен құттықтаймын. Балалар, қысқы демалыс уақыттарың қалай өтті? Ендеше оқу қызметтерімізді бастайық. Сауат ашу негіздері з дыбысы мен әріпі. Балалар, шаттық шеңберін бірге айтып алайық. Менің артымнан қайтала. Шуақ шаша алтын таңда, мөлдір таза ауада, табиғаттың бәрі оянады. Қайырлы таң балалар, сәлем бердім, саған елім. Жарайсыңдар балалар. Балалар, суретке қарайық. Мынау сиқырлы қаламсап қандай әріпті жазып жатыр деп ойлайсың? Бұл қандай әріп? Сен бұрын соңды бұл әріппен танысып көрдің бе? Балалар, бұл з дыбысы. З әріпі. Сиқырлы қалам бізге бүгінгі өтетін з әріпімізді салып берді. Ендеше мұқият есте сақтап қарап ал. Балалар, з дыбысы көптеген сөздердің басында кездеседі. Зымыран, зебра. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырайын, мұқият тыңда. Көк лағым көгенде жатып семіреді. Бұл жұмбақтың жауабын не деп ойлайсың? Келесі жұмбақ: шәкіртке жанашыр, мейірман кім? Жанасыл. Шәкіртіне қарайтын, жанашитын бұл кім деп ойлайсың? Жұмбақтың жауабын таптың ба? Дұрыс, бұл ұстаз. Келесі жұмбағымыз: от шашады жалындап, қатты ұшқанда зымырап. Бұл жұмбақтың жауабын не деп ойлайсың? Зымырап ұшады дейді. Дұрыс айтасыңдар, бұл зымыран. Балалар, біз бүгін з дыбысымен танысамыз. Бұл з дыбысының жазбаша және баспа түрлері. З дыбысынан басталатын сөздерді білу үшін видеоны бірге қарап шығайық. З әрпі. З әріпі. Зеңбірек. Зеңбірек. Зембіл. Зембіл. Зымыран. Зымыран. Зырылдауық. Зырылдауық. Зығыр. Зығыр. Зебр. Зебр. Балалар, естеріңде сақтаңдар. З дауыссыз дыбыс. З дыбысы сөздің басында, ортасында және сөздің аяғында кездеседі. Балалар, мен сендерге зат атауларын айтамын. Сендер з дыбысының орнын анықтаңдар. Зымыран қандай дыбыстан басталып тұр? Білезік. З дыбысының орны қай жерде? Қобыз және қарбыз сөздерінде з дыбысын қай жерден естідің? Жүзім және жүзік сөздері. Жүзім және жүзік сөздерінен з дыбысын қай жерден естіп тұрсың? Және де соңғы сөзіміз қызанақ. Осы суреттегі з дыбысының орнын тауып айтып бер. Балалар, енді жұмыс дәптерімізді ашайық. Бірінші тапсырмамызда суреттегі заттарды ата. Бұл жерде қобыз, садақ, қылыш, найза, домбыра, сыбызғы және қазан берілген. Осы жердегі қару-жарақтарды көк түспен қоршаймыз, музыкалық аспаптарды қызыл түспен қоршап сызамыз. Және де сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Екінші тапсырмада з әріпімен таныс бол. Моншақтардан, немесе түрлі түсті қағаздардан, немесе қолда бар заттардан з әріпін құрастырып жаса. Бұл тапсырма саған қиындық тудырмайды деген ойдамын. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Қай зат үстінде тұр? Сол заттың суретін боя.
Көрдіңдер ме балалар? Сызғыш пен жұлдыз. Жұлдыз бетінде тұр. Жұлдызды бояймыз. 8 санын тігінен 2-ге бөл. Қай жағы з әріпі? Қай жағы 3 цифры болады. Жауабы болған жағын боя. 8 санынан з әріпін жасап шығамыз. Балалар, қарайықшы. З әріпі қандай санға ұқсайды? Сенің жауабыңды күтемін. 4-ші тапсырма. Тыңда, 3 цифры мен з әріпін салыстыр. З әріпі өзен жағасында ойнап жүреді. Зауза қоңызы ызылдап оның мазасын алды. Бір кезде ол өзінің судағы бейнесін көріп қалды. Ой, үштік, су өте суық қой деп айғайлады. Үштіктің аузы ғана жыбырлады. З әріпі түсінбей қалды. Балалар, көрдіңдер ме? З әріпінен үш санының ешқандай айырмашылығы жоқ екен. Екеуі бір-бірінен айнымайды. Балалар, енді з әріпін бірге жазып үйренейік. Видеоға мұқият қараймыз. З әріпі 2 бөліктен тұрады. Жоғарғы және астыңғы бөліктен. Үлкен әріпі де, кіші әріпі де 2 бөліктен тұрады. Бірінші жоғарғы жағын жазамыз. Содан соң төменгі бөлігін жазамыз. Жоғарыдан төменге бірінші бөлігін, содан соң екінші бөлігін иіп жазамыз. Жазу жазған кезде түзу отыруды ұмытпа балалар. З әріпінің кішкентайын жазу үшін бірінші үлкен бөлігін, содан соң төменгі бөлігін жазып шығамыз. Міне осылай з әріпі жазылады. Жұмыс дәптерге және де жай дәптерге з дыбысын бірнеше рет қайталап жазуды ұмытпа. Және де бірінші тапсырмада берілген сөздерді жай дәптерге жазып, дыбыстық талдау жаса. Балалар, естеріңде сақтаңдар. З дыбысы дауыссыз дыбыс. Өйткені з дыбысын айтқанда дыбыс тіске тиіп, кедергіге ұшырайды. Балалар, біз бүгін з дыбысымен, әріпімен таныс болдық. Түрлі тапсырмалар орындалды. Тапсырмалар берілді. Ендеше тапсырмаларды орындап, кері байланыс жаса. Бүгінге осы, сау болыңдар.